Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге емдік шөптермен таныстырайын. Мына жерде толып тұр. Біршама жиналған. Мынау киік оты. Киік оты бұны қымызға қосып жүр. Бұны жаңағы ысталған қымызға. Бұның негізгі қасиеті давлениені қалыпқа келтіреді. Давлениені түсіреді. Қымызға қосатын себебі де сол. Ол біріншісі. Екіншіден бір қуат береді, күш береді адамға. Бірақ бұның давлениесі, қан қысымы төмендер көбінесе пайдаланбай қойған жөн. Және киік оты тұқымдастың бір түрі бар, еркектерге көбірек шеберге болады. Ал мынау түрін кәдімгі еркектер көбінесе көп ішпей ақ қойсын, шай қылып, себебі бұл тестостеронды түсіру ықтималдығы бар. Бұл киік отының көбірек ішсе еркектерге. Бұл киік оты. Мынау бірінші шөп, мынау екінші шөп. Біз бұны алтын тамыр деп жүрміз, бірақ бұл негізінде алтын тамыр деп аталып кеткенмен негізгі атауы радиолы розовая негіз күрең от деймі қазақша. Сондай тураған кезде осылай қатады. Күрең от, семіз от дейді қазақшасы негізінде. Тауда болады, иісі әдемі болады. Бұның қасиеті жаңағы жасушаларды жаңартуға біріншіден, екіншіден адам бойына күш қуат беруге. Мынау иммунитет төмендеген кезде адамда тұмау пайда бола бастайды, вирустар көбейе бастайды дегендей. Сондай кезде осыны демдеп ішеді. Болмаса, енді біз өзіміз шөп дәрі жасау кезінде қолданамыз. Ол алтын тамыр деп жүрген осы. Бірақ бұл алтын тамыр емес, алтын тамыр деген бізде басқа емес. Ал мынау үшінші шөп, бұл мия. Мияның үш түрі бар негізі. Кейбіреулер екеу дейді. Мынау мия. Бұны Қытайға сатып жүр, ойбай неме деп жүріп айтып жүрген. Мен сөйтіп сұрастырсам, килограмм бір 60 теңге ма, бір арзымайтыннан, тиыннан есептеп жүрген. Су тегін кетіп отыр деп ойладым мұнан. Біз бұны енді емдікке пайдаланамыз. Көп жағдайда адамдар келсе, бұл тәтті болады, өте тәтті болады. Бірақ тәтті болғанмен бұл жаңағы сахар барларға да аздап болсын қолдануға болады. Бұл жаңағы қант емес қой. Жаңағыдай көтер жүреді, түсір жүреді дейтіндей. Бұл тәттілік бергендіктен адамға жаңағыдай энергия, күш береді болды. Үшінші шөп па? Киік отын айтып қойдық. Мынау кардицепс дейді. Бұл қатон қарағай жақтан шығады. Мен алдын сіздерге бір рет алдыңғы видеоларымда тибетскийін көрсеткен тура осындай. Бірақ ол сәл сарғыштау. Көрініп тұр ма? Анық. Өте неменің дәнде ғана сіріңкенің ең мықты шөптердің бірі. Себебі бұл онкологический ауруларды емдеуде өте көп қолданылады. Даже диализ алып жүрген адамдарға да қолданып жатқандар бар, дәрі жасап. Ал біз бұны тек қана асқазан, бауыр, өт жолдарын емдеуде пайдалануға беріп жатырмыз. Мынау құрт шөп қазақшасы, ал мынау құрт тамыр. Екеуі екі бөлек шөп. Мынау йодқа бай, біріншіден, екіншіден, мынау өт толған, өт қисайған деген жағдайда осы құрт тамыр жақсы көмектеседі. Ал мынау бөлек, мынау бөлек деп жатқаным аттары ұқсас болғанмен мынау құрт шөп дейді. Бұны кардицепс деп іздесеңіздер шығады. Қандай мықты шөп екенін. Бізде Қытайдан келгендер ғана айналысып сатады осыны жаңағы дәрі жасап, заводский дәрі күйінде. Мынау бүйректен диализ алып жүргендер, онкологический ауырып жүргендер осылар қолданады. Ал мына шөпті почти ешкім қолдана бермейді. Себебі бұны қаяқта екенін ешкім көп біле бермейді. Құрт тамыр дейміз. Мынау сахар айтпақшы, сахар жағдайында мынадан біз дәрі жасап береміз. Құрт тамыр деп дәрі жасап қойғанбыз ғой. Сахарды да түсіреді. Енді прям давлениеден, сахардан учетті болса, енді олар арнайы дәрігердің бақылауында деген сөз, оларға ғана берілмейді. Атак сахар молмен өлшенеді ғой, 16 болсын, сондай адамдарға беріледі. Жалпы азанда және кешке ішеді. Ал мынау бесінші шөп бұл. Бесінші шөп мынау шай шөп дейді, шай қурай дейді.
бұрынғы кездерде шайдың орнына пайдаланған шөп. Бұл шөп мынандай өсімдік дейміз ба, шай қып ішеді. Қарапайым стандартты рецепт. Бұл 200 мл-ге осы мысалы мынандай. Осыны 200 мл-ге демдеп қояды. 20 минут 30 минуттан кейін сүзіп алады да ішеді дегендей. Азанда кешке ішіп түсі болады, или бір мезгіл ғана. Енді кәдімгі шай заварканы қалай саласыз? Бұл да сол сияқты нәрсе ғой. Бұл да сондай шөп. Мынау мың жапырақ дейді. Мың жапырақ мынандай болады. Кейбіреулер арасында сәл кешірек алынып қалған. Мыналар уақытысында алынған. Негізі бұны кез келген өсімдіктерде гүлдеген уақытысында, тұқым берген уақытысында сондай кезде алған дұрыс. Мынау мың жапырақ. Бұны бүйрек ауруларында өте жақсы көмектеседі. Оның өзін жаңағы шай қып қайнататын болса, бұл көкпеңбек түсті бере бастайды. Бұл мың жапырақ. Бұл дағарбасқа ұқсамайды. Дағарбастікі сәл басқашалау. Сол жағын ескеріңіздер. Сәл мына жақтар ұқсайды екен ғой деп дағарбаспен шатастырмаңыздар. Бұл бүйрек жағдайында ем. Мынаны айттым жаңағы. Өтке, сахар жағдайында, бауыр асқазан жағдайында. Так, мынау главный. Бұл адам тамыр деген шөп. Бұл оңайлықпен кебе қоймайды. Мынаның өзіне қараңыздар. Мынау неме қылып тұр. Уже қайтадан көгеріп жатыр. Көкпеңбек шөпі өсіп шығып жатыр. Бұл оңайлықпен кебе қоймайды. Себебі бұның ең мықты қасиеті өлген жасушаларды қалыпқа келтіреді. Мынау бетте жаңағы көп жігіттер жаңағы көпсімізде байқалады, жаңағыдай бет пысығаннан кейін жасушалар өледі ғой. Соны косметологияда оны өзінің қанын өзіне құйып, жаңағы оны қателеспесем плазмолиптик деймін, ұмыттырмын. Гинекологияда да қолданады оны. Жаңағы өзінің қанын өзіне құйып, жаңағы жасушаларды қайтадан тірілту үшін. Мынау іш жақтан осындай табиғи шөп дәрі күйінде сол жасушаларды тірілту үшін кез келген. Бұны да жаңағы онкологический аурулар кезінде ішсе болады. Бұл адам шөпші. Адам шөпті орысша женшен, қытайша рынсын дейді бұны. Бұл женшен деген қытайша сөз емес, ол Қытайда бұны наоборот рынсын дейді. Осындай шөп. Енді тамыр бұлай ұзын-ұзын бұлайынан шашақталып тұрады. Бір адам тұрған сияқты болып көрініп тұрады ғой. Соған адам тамыр, адам шөп дейтін шығар. Бұл өте жақсы көмек беретін. Екіге бөліп қойғам әдейі. Жаңағы бірдей тұрса кеппей қалады. Мынау бауырға балапан шөп дейді, бессмертник дейді, салау бас деймі. Қазақша негізгі атау сондай болса керек. Біз енді балапан шөп дейміз в основном. Орыстар бессмертник дейді. Бұл бауыр жағдайында өте жақсы көмектеседі. Сарғайып тұр. Осыдан ақ біле берсе болады, но ұшып кете береді. Бұны да жаңағы бауырға өте жақсы көмектеседі. Себебі көп адамда енді жасына байланысты жаңағы 30-дан асқан кісілердің көпсінде бізде жаңағы бауыр майланады, жаңағы бауырдың қатаюы дейді. Көп бауыр жаңағы егер гепатит болатын болса, арғы асқынатын болса, сироз болып жатқандар бар. Ол сироз болмай жатып, осындай шөптер ішіп емделсе жақсы көмектеседі. Бұл балапан шөп. Енді мынау шашыратқаны және мынау немені өткенде кор қышыма не дейді, қызылша. Мынау қылша шөп, мынау шашыратқа. Өткенде қызылша көп жүріп жатыр, қазірде жүріп жатыр. Ол негізі қызылша емес, негізі вирустың бір түрі. Соған қарамастан онда жағдайда қылша шөппен немесе егер шынымен қызылша болатын болса, қылша шөппен мынандай немесе мынау шашыратқымен шомылған дұрыс болады. Сондай кезде кетеді. Жаңағы қызылша 3 күн шомылса жеткілікті. Ал жаңа өткендері жүріп жатқан қызылшаға жаңағы басқа емдер, вирусқа деген басқа емдер, иммунитет көтеретін, жаңағы басқа емдер қолдану керек болады. Мына тасты өткенде әдемілеп абаласаған ба, осының үстіне таулап жүрген соң кусоктар. Ал жаңағы мынау айтпақша құрт тамыр дейтін себебім деп атқанымыз, мынау
құртқа ұқсап қалған ма, көрдіңіздер ма? Міне сол үшін құрттан осылай. Осындай негізі содан туралған түрі. Ал мынау жаңағы адам тамыр деген осындай болады. Бұл қатты кеуіп қалған түрі. Мына жерде бір түр екен ғой. Міне мына бет сынып қалған сияқты. Мына сәл пәл адамға ұқсайтындай келетіндей. Міне осындай шөпке. Мынау алтын қоңыз. Алтын қоңыз бұл простатитке ой жақсы көмектеседі. Елдің бәрінде хит болып. Енді осы Нұрқаділ алтын қоңыз десеңіздер ютубқа да шығады. Қандай нәрсеге көмектеседі деген сияқты. Міне қанаттарын жуып тастап ішу керек. Главный бүйрек өте тас болмау керек ше мынаны ішу үшін. Язва болмау керек сосын. Қалғандары бар енді жаңағы давление енді учетта тұрмау керек деген сияқты жағдайларда. Сол алтын қоңыз простатит жағдайында, мынау қуықтағы тазалау жағдайында, бүйрек енді көп жігіттер в основном мастурбациямен айналысады да, простатит болып қалып жаңағы жол бойында, канал бойында тұрып қалған не дейді спермограмманың қалдықтарын, мынау көп ер жігіттер тұрып дәрет сындыратын бар. Онда жағдайда қуықта аз мөлшерде қалып, ол да простатитке әкеледі. Дәл соны тазалап шығаратын осы алтын қоңыз. Бұл бүйрек жағдайында да өте жақсы көмектеседі. Бүйрек суықтаған, бүйрегінде құмы бар деген сияқты, оның бәрін жақсы тазалайды. Алтын қоңыз. Бұны алу үшін 8707-257-14-19 WhatsApp-қа жазыңыздар, или мына халық емі Нұрқаділ деп ютубқа, инстаграмға жазсаңыздар болады. Тамағым что-то неме қылып жатыр, ондай кезде ем беруші еді. Оның да алдыңғы видеоларды түсіргем. Мынау енді қарапайым бал. Бұны елдер бір 90 мың бір нәрсе деп сатып жүр. Біз бұны алтын қоңыз алғандарға негізі тегін ақ береміз. Просто бұл ішкен кезде ғана әсер етпесе, басқа ешқандай емдемейді. Мынау не? Мынау аяқтың жақпамай, бұны өткенде рахмет айтып жатқан көп еркектерде, енді аңшы балықшыларда, әйелдерді мен біле бермедім. Көбінесе енді еркектерде сұраныс көп. Жаңағы шуаш саситыны бар, аяғы қысы жаз терлей беретіндер бар. Ол тәпішке келсе де терлейді беретіндер бар. Соған мына жақпамайды жақса, өте жақсы кетеді. Қолтығын сасып жүр деген кісілерге осындай дайындап береміз. Тағы не бар? Мынау итім туа береді деп ана күштерін далада тастап кетіп жүрген нәрсе бар да, оның проблеманы шешімі мынандай нәрсе дайындап қойғанбыз. Осыны беретін болса, күнде қаспен 3 жылға дейін тумай тұрады. Табиғи жолмен. Оны бәрібір операция жасатып, оны қинап неме қылып, ол мінезі құртылып қалады. Операция жасатып туғызбайтындай қылып қоятын болса ше. Сол үшін ит машықтарыңыз жаңағы туа беріп, оны бәріп қарайтындай ешкім болмаса, апаратын жерлеріңіз болмаса, одан да оны қинамай, мынандай табиғи жолмен бір 2-3 жылға уақытша тудыртпай тұруға болады. Тағым не бар? Жаңа ит мұрынға келген сияқты, мынау екен ит мұрын. Мен қазір келесі видеоларды тағымда саламын. Мынау ит мұрынды қалай дайындайды бәрін. Себебі бұл ең жақсы жаңа неме, өнім, иммунитетті көтеруге арналған. Қазір вирус жүріп жатыр, тұмау жүріп жатыр деген кезде осыны ішеді. Кешкісін мысалы қайнатып қойып, кешкісін термос тасақ қояды. Мен қазір қалай қайнату керек, неше мөлшер бәрін айтамын. Бұл ит мұрны жаңағы қайнатқаннан кейін ішесіздер, сонда иммунитет лезде көтеріледі. Енді бұны ішуге болмайтын жағдайлар бар, оның бәрін сол келесі видеода айтамын. Жалпы осы емдік халық емдер жайында, емдік шөптер жайында сұрақтарыңыз болатын болса, ұсыныстар болатын болса, маған 8707-257-14-19 жұмыс нөмірімен жазыңыздар. Сол жерден барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Заказ беру үшін алтын қоңыздар, аяқтікі жаңағы сондай өнімдерге мынау құрт тамырдан заказ берсеңіздер болады. Бұл себебі бауыр асқазаны жаңағы гастрит болады, язва болады дейді. Соларға өте жақсы көмектеседі. Тағым не бар? Сол WhatsApp-қа жазып қойыңыздар. Халық емі алтын қоңыз деп ютубқа жазсаңыздар, Нұрқаділ деп мен шығамын. Онысы инстаграмға тіркеліп қойыңыздар. Мына видеоны таныстарыңызға, WhatsApp чаттарға тарқатуды ұмытпаңыздар. Сол ем болсын барлықтарыңызға.